Ой, әжелер, қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Ал, осы сіздің үйлеріңіз, киіз үйге қош келдіңіздер. Иә? Киіз үйге көшіп келгендеріңіз жақсы болды, әжелер. Ұнады ма үйлеріңіз? Киіз үй әдемі ме екен? Жоқ, ақша жағынан ойындамай қойыңыздар, отыра беріңіздер, кіріңіздер. Иә. Қараңыздар, сіздерге арнап күшті киіз үй. Киіз үй жалдап қойдым, күшті болып. Иә, келіңіз, өтіңіз. Төрге шығыңыздар. Бұл тоқыма жіптерден тоқылған. Бұл түлкінің жүні қазақтың. Ұнады ма сіздерге әжелер? Белдеріңіз ауырмай жақсы келдіңіз бе? Ой, әжелер киіз үйге көшіп жақсы болды. Иә, төбелері осындай. Белдеріңіз ауырып шаршаған шығарса, отырыңыздар қазір. Киіздерім күшті бопты. Иә. Күшті саптысындар қолым. Рахмет, әже. Күшті сөз септісіңдер. Иә, бәрі ағаштан ғой. Кім жасаған? Өзінің жасайтын ағайлар жасады ғой. Бірінші көрттім. Сізге ұнады ма? Түркін жүнне анау? Иә. Сұраш түркін жүні. Түсіріп алдым, күшті болып тұрсыз. Әдей ұлттырым ба? Арай әже, қалайсыз, жақсыз ба? Шашап кетіп құрайлауыз. Қазір сізге шай тамақ алып келем, отырыңыздар, жайғасыңыздар. Отырыңыз. Әжелер, мінекей дастархан жайлап жайып отырмыз. Ал әже. Маған енді бос отыра берме, маған таныстыршы, мен түсінбей жатырмын онарды. Таныстырып жатырмын бағанадан бері, не тыңдамай отырсыз, әже? Құлағыңыз естімей ме әлде? Мен андай ауызда бірінші рет көрдім. Бұл қазақтың қою кесесі. Әже, сіздің подругаңыз қызық екен, әже? Мен как раз намаз оқитын едім, намаз оқитын. Иә, бізде жай намаз бәрі бар. Бұл ана жануардың тістерінен жасаған таспих. Күшті қылып жасапты. Жануардың тісі қап-қара болған не? Иә. Енді осы киіз үйде қонасыздар, әжелер. Жоқ, бұл енді постоянно қонасыздар, ол сіздер көшіп келдіңіздер ғой киіз үйге. Әжелер қонамыз енді қайтадан. Иә. Ал әжелер, жаңалықтарыңызды айта отырыңыздар. Көптен бері көріспедік қой. Не хабар? Екіміз көріспедік қой. Иә. Соңғы кезде тойға барған едім, айналмаққа. Айналмақ. Сөйтіп балдар төбеле сатқан ғой. Балдар төбеле басты. Бүйді қан, сөйтіп тойдан қашып кеттік. Сөйтіп такси жаққа қойсақ, такси бір сағат келмеді вообще. Сөйтіп қап-қара болып кетті. Сосын даладағы қойыңыздар ма? Жаныға бардық, аяғым топ кетті. Үйде келген кезде бүйтіп жаттық қой. Әжелерге қиын бопты. Ой, мен де қарап отырмыз. Сол немерен қарап отырмыз сол. Постоянно немен қарайсың. Сіздің он немереңіз қайда? Ой, менің немерем. Олар есейіп кетті ма? Ой, менің немерем өсіп, тұрмысқа шықты осылар. Неге қарайсың, қарама. Күнде келіп тұрайсың, күшті ғой. Соғы негізді мына жер. Светтер молсқа ғой, я. Енді мынақы басқа жаққа кетіп тұрайық, я. Мына басқа квартира. Квартирамыз кезі ғой. Енді кезінің басқасына аламыз ғой. Мына қасықтарын қара, мынан қара. Мына сұңған емес, мынан қара. Тіп-түзде лас емес көрдің бе? Иә. Қызым. Ау, әже. Қой, сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырмын. Қарындарыңыз ашқан шығар, қазір заказ беріп қойдым сіздерге. Не беріп қойды айтпақшы? Қазіргі заманауи тағамдарды бердім сіздерге. Бірінші рет жегізейін деп жатырмын. Біз оны жемейміз қойдық. Жеп көріңіз әже, жұмсақ күшті заттар. Я
Әкелді. Соншама. О, әкелді ма? Иә. Бұрын сонда ішіп көрмедіңіздер ме? Иянын ішпесесен зиян ғой. Зиян ба? Иә да? Сіздер ішіп көріңіздер енді. Ұнайтын шығар сіздерге. Мә, онда сіздерге езат заказ берейін. Мен іше берейін бе? Маған бір жұмсақ булочка құрт әкеле сал. Болды. Жарайды, әже. Әжелер, сіздердің құрметтеріңізге бір би. 100 жасар әжелер билеп жатыр. Достар, сіздер видеоларымыз ұнап жатса комментарийға жазыңыздар. Қандай видеолар түсірейік комментарийға жазып отырыңыздар. Біздің 100 жастағы әжелеріміз сіздерге ұнай ма, ұнамай ма? Комментке жазыңыздар. Арай мен Назымның рөлдері ұнай ма сіздерге, жоқ па? Соны да жаза кетіңіздер. Ой, молодец менің әжелерім. Белдеріңіз ауырып қалған шығар енді. Сен неге білмедің? Ой, сіздердің билерін сағынып қалдық қой. Жаңа бір келді ғой. Сөйтіп өлең қосқан шығар әжелерге. Иә. Шашамын қале. Шашамандар ма? Ой, менің әжелерім. Менің әжелерім күшті ма, достар, комментарийға жазып кетіңіздер. Әжелер, осы сіздерге заказ, қазір тағы бір зат келеді. Күшті қалай, ұнап жатыр ма? Музыкалар күшті. Бір музыка қосқан шығар я. Иә. Ал, алып отырыңыздар астан, әжелерім менің. Иә. Әжелерімнің қарны ашып қалыпты ғой өздері. Ал, әжелер, пицца келді. Пиццадан алып отырыңыздар. Әже, бары осы енді ренжімеңіз, ема әже? Ашуланбаңыз, әже. Ал, әжелер, қарындарыңыз тойды ма? Мәннен күшті болған. Ұнады ма сізге пиццалар? Мен күшті тамағым болып тұр. Рахмет. Келейік соған күшті болып тұр. Рахмет сіздерге де келгеніңізге. Демалай тұрайшы. Иә, демалып алыңыздар ал. Кішкене мыжғып алыңыздар, белдеріңіз жазып. Кино көретін едім. Жоқ, сол кино жоқ. Телевизор жоқ, қоймадық. Жанама бар еді ғой. Баяғы заманда киіз үйде деген телевизор болмайды ғой, әжелер. Енді не болады? Осылай киіз үйде тоқыма тоқып, ауыл шаруашылығын жасап жататын еді. Кітап қойған өте. Иә. Мен кітап алып келген едім, әкелей ме? Жоқ, сіз енді мыжғып алыңыз, ұйықтап алыңыз. Иә, мен ұйықтайшы дәстер. Ей, папенчиктер, сау болыңдар, ертең түсіре саламын. Әйтпесе ұйықтап алғым керек. Уйырға ауыр жатыр, кірсін давай. Ал, сау болыңыздар. Қол тұрған басыңдар, сосын ол түркіледі, да? Иә. Сау болыңдар. Сау болыңдар ал. Әжелер шаршады, ұйықтайды. Ей, ұйықта, кемпірлер, сау болыңдар, сендер ұйықтатқан шығарсыңдар, сау болыңдар. Ал, сау болыңыздар, әжелер ұйықтайды ал. Осындай киіз үйде күшті атмосферада әжелер бүгін өмір сүрді.